Арамызда заңгер бар ғой, Алмас Жұмағали. Сұрайықшы, қай мекемеге барып, қандай құжаттарды тексеріп, мынандай алаяқтыққа жолықпау үшін біз алдын ала не істеуіміз керек? Жалпы өзімізге өзіміз сақ болуымыз керек. Ол бірінші. Өзіңе өзің бекем бол, көршіңді ұры санама деген. Біз бір университеттің қабырғасында кеңес бергенбіз. Сонда бір мынандай қызық оқиға болды. Бізге 3 жігіт келді. 3 жігіт. Бірінші 3 жігіт бір-бірін танымайды, кейін танысып алған. Оны мен басқа бір жерде де айтқанмын, телевидениеде. Ол бір жігіт келеді де, бір керемет сол қызға, келіншекке ғашық болады. Сосын айтады. Шынымен ғашық болады. Шынымен ғашық болады. Сезімге ойнайды ғой. Содан кейін жігіт айтады. Үйленейік дейді. Қыз айтады. Қазір заман қиын. Қайтесіз? Ол осыдан 10 жыл бұрын болған оқиға. 100 мың теңге ақша, шешеме алтын, құдашаға бірдеңе алтын, болды. Басқа ештеңе керек жоқ. Сіздің үйден 2 адам, біздің үйден 2 адам. Құдалық. Бір кафеге барамыз, болды. Сондай жасайды. Бұл жігіттің шынымен жүрегі лүпілдеп тұр, барлық шаруаны жасайды. Сосын түнімен кафеде олар тойлайды, үйге келеді. Үйге келеді де, жаңағы жалдап отырған үйге келеді. Сосын түнімен ішкізеді жаңағы жігітке арақты. Жігіт мас күйінде ұйықтайды. Таңертең оянса, қасында шешесі жатыр. Енді шешесі ме, шешесі емес тоқтай біледі. Жартай жалаңаш шешесі жатады. Қыздың шешесі құдағи жатады. Құдағи. Енесі ғой. Содан кейін қыз көріп қалады. Сценарий солай ғой, көріп қалады да, айқайлап шу шығарады да, заттарын жинайды, соның ішінде жаңағы берген алтын, палтын бәрі кетеді, сонымен кетіп отырады. Бәрін алып кетеді. Шешесімен күйеу баласы қалып қояды. Мынау алаяқтықтың бір түрі екен. Одан кейін топтасып әрекет жасау. Одан кейін келесі жолы тағы бір жігітке сөйтеді. Одан кейін үшінші жолы тағы бір жігітке. Үшеуі бір ғана сценариймен жасалған. Сосын 3 жігіт жаңағы туысқандар дейміз ба, не дейміз, үшеуі бір-бірін тауып алады да, бізге келеді. Біз ол кезде консультация беретінбіз, кеңес беретінбіз. Осы жерде қылмыс бар ма жоқ па? Негізгі бір оқиға болса, бұл жерде қылмыс жоқ. Бұл анау тұрмыстық кездейсоқ болады. Әшейін тұрмыстық жанжал деген түрі. Ал 2 оқиғада күмәндануға болады. 3 ол уже жүйелі түрде болып жатыр. Бұл яғни соның почеркі сондай. Яғни оның сценарийі сондай. Сондықтан әуел бастағы ол кісілердің ниеті, ол шешесі емес болуы да мүмкін. Ниеті ақша табу. Яғни бұл алаяқтықтың бір түрі. Жақсы, енді консультация жөнінен біздің ұйымдастыруымызбен заң клиникасы деген студенттердің, мықты студенттерді жинақтап ашқанбыз. Солар тегін кеңес береді, біз оларға бағыт беріп отырамыз. Ал тегін кеңес, яғни ең басында кеңес алу үшін оларға қажет, яғни адам бірінші кезекте психологиялық тұрғыдан дайын болмайды оған. Сондықтан кеңес беру арқылы сіздің жолыңыз ақ, сіз былай істесеңіз болады дегенде оған бағыт-бағдар беріп жүреді. Ал былай адамдар көбісі жәбірленушілер хабарласуға өте тұйықталып қалады. Тіпті керемет деген мықты адамдардың өзі мені соншалықты деңгейде төмен түсіріп кетті деп өзі психологиялық тұрғыдан әбден сондай күйге түседі де құқық қорғау органдарына хабарламайды.